Сәлем достар деп айтыңдар, е? Сәлем достар. Сәлем достар. Сәлем достар. Аянның бір досы. Жоқ, қайталама болды, е? Аянның бір досы Шыңжаңнан келген болады. Бізге міне осыны болған үлкен чемодан тәттілер, сол Шыңжаңнан шығатын әртүрлі сондай алып келген болатын. Қазір соны бірге көретін боламыз. Енді қара, бұл жердегі мақсат біз сол Қытай қазақтары мен Қазақстан қазақтарының арасындағы жеп жүрген әртүрлі тәттілерін сондай салыстырмақшымыз. Және соңында бір қызықты ақпарат алатын боламыз. Ол ақша ал, ақша. Әдеттегідей қандай? Әдеттегідей Альбения тәттілері. Бұл Қазақстанда бар, бізге келген кезде айтады, осы жақта Қазақстанның тәттілерін алса бола ма деп. Біз айттық, бұл жақта аламыз деген. Сосын бізге мен осыны бір қорап Альбения алып кеп берген болған. Ақша бек қойдық, мынандай әртүрлі осындай Аленканың мынадақты топленый молоко дейді. Мынандай, сосын осы сияқты, мына жағында да бар. Ашып тастадық кішкене. Мынандай печенье. Мынандай печенье. Кімі бар кетті ғой? Мынандай печенье. Мынандай. Осының бәрі Қазақстанның тәттілері деп бізге алып берді. Енді сізге жақта расында Қазақстанда бар ма, қарап шығыңыздар. Бірақ жазулар орысша. Өндірілген жері Скорее Ресей дейді. Осындай тәттілер Қазақстанда бар. Осыны Шыңжаңда, Алтай қаласында Қазақстанның тәттілері деп сатады екен. Ал, көрейік, мәқа қойып қояйық. Жайлап, ашамыз. Одан кейін мынау, оның ішіне шыққан болатын мұндар ұстадық. Дейсің ба? Не екен бұл? Бұл шоколад с трюфелями дейді. Мындай шоколад. Осындай тәтті күтті әкеттерді. Көресің? Ішін көтет жерейін, е? Мындай екен. Сосын мындай міне вафлилар. Бұл енді қай жақтікі? Сырный вафли деп айтып жатты. Осындай. Мынау сой сүтімен жасалған вафлилар. Осы екі түрлі тәтті. Одан кейін біздің көретініміз. Шоқа келінді болды деп. Шоқа алып келді, онdan бәрін ашып қойып. Міне біздің жақсы көретініміз құрттар, Алтайдан шыққан құрттар осындай. Мынандай түрі бар екен. Мынандай түрі бар екен. Сосын ірімшіктер де бар екен. Кейін ашып берем, Мына жерде айта кетерлігі, Шыңжаңдағы құрттар, бір жақтағы құрттарға ұқсамайды. Ол жақта тұз қоспайды. Сосын сол себепті де бұны қанша жесең де жей бересің, тұздың дәмі келмейді. Мен өзім басында енді мағанда бір түрлі болып көрінген, ондай жақсы көрмедім, бірақ одан кейін керісінше Қазақстанның құртын жей алмай қалдым, себебі тұзы өте көп болады расыменде. Мына құрттар енді ерекше жақсы. Бізге өте ұнайды. Осында міндетті түрде алдырамыз, өзіміздің әке-шешемізге сол жақтағы құрт салыңыздар деп айтамыз. Осындай. Одан, мына жерде тағы құрт көп. Одан кейін, мынау не? Мынау талқан екен. Қазір мен сіздерге бір қызық көрсетейін. Мынау талқан. Қарасаңыздар, бұл жерде төте жазу бар. Біздің байырғы Ахмет Байтұрсынов қалап кеткен жазу. Алтайда
Шыңжаң қазақтары әлі күнге дейін осы газетті қолданады. Mama salam var. Қазір тоқтар мен көрсетіп берейін. Одан кейін Қазақстан тәттілері Шыңжаңнан, Алтайдан. Одан кейін андай мынандай үлкен бір дастархан. Ашып көрейік иә Алтаймен? Вау! Мынау дәл біздің неге келетін. Не олар? Мынау жаңағы дастархан. Қойдың бетіне жаясың. Айтпақшы біздің мына жерге кіре берсің кейін салып қойымнан бәрімен қосылаға. Жарай салып келе бер. Мына жерде айта кетерлігі, мысалы, мына қолданып жүрген дастархан, одан кейін сіздер мүмкін бақылайтын шығарсыздар, менің стористарымдағы дастарханның бәрі де соны біз Алтай қаласынан алған болатын ғаламыз. Міне осындай.